жаңа Қызылорда облысы Шиелі ауданында мына Бекзат Болатұлы 2001 жылғы 10 сәуірде жол апатына ұшыраған. Ол туралы жаңағы әртүрлі нәрсе болғанда Жақаев 94-ші үй Шиелі кентінде тұрғыны. Ол туралы жаңағы мына полицейлердің жаңағы мотоциклдегі адамды қолаған туралы ауылда қауесеттер жүріп жатыр. Ол туралы әкесі айтып отыр. Енді мына жерде қарындасы өзінің жаңағы апасы полицейлерден көрген қоқан-лоққыларын айтамын деп отыр да. Өзіңіздің аты жөніңіз кім, қарындас? Шалбаева Сәлима. Полицейлерден қандай қоқан-лоққы көрдіңіздер? Біз інімізді алуға барғанда, олар қанша 20-30 шақты бұл жағаларынан алып інімнің сондай істеген ғой, бермейміз деп. Олар қорқытқан, бермейміз деп, итеріп, жағаларынан ұстап, өздерінің істерін сондай пайдаланған. Қызметтерін асыра пайдаланған дейсіз ғой? Дөрекі. Иә, 3 адам, 4 адам барып тұр, олар 20 шақты, 30 шақты болып келген. Бұлардың 20-30 шақтысы жол апатынан қайтыс болады. Ол жерде соны апарып кеткен полицейлер мен тергеушілер ғана рәсімдейді да. Бұл жерде 20-30 полицейдің жүргенінің өзі күмән тудырады да бұл жерде. Неге 20-30 жүр? Жоқ, бастықтарының жаңағы заңсыз әрекеттерін жасыру ма мақсат? Сұрақ туындайды бұл жерде. Жалғастыра беріңіз, қарындас. Інімізді моргке алып кетті, қарған, жойған, шығарып, мақұл беріп, моргке алып кеткеннен кейін, о жақтағылар бізге сот-медициналық сараптама берген жоқ. О жақта сот-медициналық неге адамның несін номерін берді, о жаққа звондасақ, тергеушіден аласыңдар деді. Тергеуші басын алып қашып тұр, мен бермеймін, сол жақтан аласыңдар. Тергеушінің аты жөні Жақсыбек. Жақсыбай осы Шиелі аудандық тергеу бөлімінің тергеушісі ғой. Тергеушісі. Сол кісі о жаққа асырыпты. Біз жаққа өзіміз звондап сұрадық, осындай қайтыс болған ініміз. Соны моргке апарғаннан кейін сот медициналық сараптама бізге неден қайтыс болған туралы керек деді. Олар қойып тастады, біз оған жауап бермейміз, өздерінің тергеушілерінен алыңдар деді. Ал енді бұл ініміз 10 сәуірде 2025 жылы жол апатына ұшырайды. 10 күн осы Шиелідегі ауруханада жатты ма? 20 күні қайтыс болды ма сөйтіп? Бұл жаңағы сіздерді қорқытып өректі қай күні болды? 20 күні ма? Хабар келгеннен кейін алып кетуге барғанбыз ғой. Қай кездерде енді жаңағы не болды? Қайтыс болды? 3 кезінде ал енді бұл жерде күмән туындайды. Енді бұл жерде жаңағы мынау Ішкі істер министрлігінің өзінің қауіпсіздігі бар. Арман Амангелдіұлы, өзіңіздің назарыңызға алмасаңыз, бұл жерде видеожетондардың бәрін қадағалау керек. Мына прокуратура Шиеліде мен бірнеше осындай іс-әрекеттермен келгенбіз. Шиеліде бармақ тістейтіндей жағдайлар болады. Өйткені Қызылорда облысында бұл көбірек кездеседі. Өйткені осы Шиеліде ауруханада дипломсыз адамдарды жұмыс істетіп, оған шара да көрмегендік. Шара көргенде биыл бере салған. 5 жыл бойы істеген бұл Қызылорда облысында бассыздықтардың көптеп кездесіп жататыны маған мәлім. Осыған өзіңіз назарыңызға алсаңыз, құрметті Арман Амангелдіұлы, мынау Ішкі істер министрлігінде өзіндік қауіпсіздіктің басшысына мынау халық сұрап жатыр оны.